Сәлем достар, сіздермен бірге QLife арнасы. Өздеріңіз соңғы кездері байқаған боларсыздар, QLife арнасында тіркелушілердің саны күннен күнге артып келе жатыр. Әлбетте бұл сіздердің маған жасаған өте үлкен сыйлықтарыңыз. Менің видеомның астында жақсы комментария жазып, және де лайк басқан барша адамдарға мен шын жүректен алғысымды айтамын. Бүгін біз сіздермен Қазақстандағы ең ерекше балалар жайлы видеоның 3-ші бөлімін көретін боламыз. Ал видео басталмай жатып, мен сіздерге Армандо арнасын ұсынғым келеді. Бұл арнадан сіздер қызықты влог, пранк және каверлер көре аласыздар. Видеоның астындағы және экрандағы сілтеме арқылы өтіп, Армандо арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Азамат Нукаев. Азамат Нукаев өте ақылды бала. Ол 2015 жылы 7 жасында менталды арифметикадан болған әлемдік онлайн олимпиадада 5000 студентті артта қалдырып бірінші орын алған. Ол 69 000 тапсырманы дұрыс шешіп, ең үздік көрсеткіш көрсеткен. Темірлан Амангелдин. Темірлан Астана қаласында тұрады, жасы 18-де. Ол 2016 жылы Қытайдың Гонконг қаласында өткен әлемдегі ең қиын халықаралық математика олимпиадасына қатысып, қола жүлдегер атанған. Ол одан да алдын көптеген математика олимпиадаларына қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Қазақ баласының дарынын байқаған оңтүстік кореялық беделді оқу орны оны тегін оқуға шақырып, ең жоғарғы шәкіртаққа тағайындаған. Темірлан қазір оңтүстік Кореядағы Ульсан қаласында робототехника саласында оқып жатыр. Азиз Камелиден. Менталды арифметика олимпиадасына топ жарып жүрген тағы бір ерекше бала Азиз Степногорск қаласында тұрады. Оның жасы 11-де. Ол еш кедергісіз миында көп таңбалы сандарды қосып алуды біледі. Азиз республикалық олимпиадада топ жарып, ақш-тың Лас-Вегас қаласында өткен интеллектуалдық олимпиадаға қатысқан болатын. Дінмұхамед Майлыбай. Дінмұхамед Алматы қаласында тұрады, жасы 17-де. Алматыдағы физика-математикалық мектепте оқиды. Ол көптеген олимпиадалық жарыстардың жеңімпазы. Дінмұхамед 10 жастан бастап астрономия зерттеуге қызыққан. Ол көптеген іріктеулерден өтіп, ақш-тың Хьюстон қаласындағы НАСАның астрономиялық мектебінде оқу мүмкіндігіне ие болған. Онда 23 елден 55 оқушы қабылданған. Оқушылар Марсты бағындыруға арналған жобаға қатысады. 91 плюс 32, 56, минус 77, плюс 30, 18, 75, 53, минус 82, плюс 91, 54, 41, 14, 48, 82, 24, 45, 56, 67, 91. Ответ. 809. Правильно, приготовились. Бұл видео естеріңізде ме? Осыдан бір жыл бұрын бұл видео әлеуметтік желілерде тарап, Қазақстанның ғана емес, көршілес елдердің таңдайын қақтырған болатын. Тіпті Ресейдің Пусть говорят ток-шоуы баланы қонаққа шақырып, жүргізуші Андрей Малаховтың өзі таң қалған болатын. Бұл видеодағы баланың есімі Данияр Құрманбаев. Ол Астана қаласында тұрады, жасы 10-да. Астана қаласындағы мектептердің бірінде 5-ші сыныпта оқиды. Оның сандарды тез есептеуіне менталды арифметика көмектескен екен. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видеоның астындағы экрандағы сілтеме арқылы өтіп, Армандо арнасына тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған QLife арнасы. Сұраш, саған деген сезімдерімнің өлшемі ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді. Көзіңді жұмасы бір сәтте, ештеңеге ойыңды бөлме. Екі жүрегінсіз қалсын лүпілімен, айырылып қалатындай ма?